Сәлем қыздар, алда жаңа жыл келатыр. Сонымен қатар дастарханды ерекше қылып жайғыңыз келсе, осындай капкейктер дайындасаңыз, дастарханыңыз өте сәнді әрі дәмді болады. Ол үшін біз ең алдымен айранымызды ыдысымызға құйып, оның үстіне жарты шай қасық ас содамызды салып, шетке алып қоямыз. Енді жұмыртқамыз бен шекерімізді аппақ масса болғанша жақсылап миксерлейміз. Және оның үстіне жаңағы дайын болған айранымызды құямыз. Мен мына жерде лимонның цедрасын салдым. Өте ерекше дәм береді. Ұнымыздың жарты бөлігін салып, үстіне разрыхителімізді салып, бір миксерлеп алып, сосын қалған екінші бөлігін саламыз. Жақсылап ұнның түйіршіктері жазылғанша араластырып, енді үстіне сұйық майымызды құйып, осындай массадағы қою масса дайын болу керек. Енді менде осындай капсулалар. Әркімнің өз қалауы, кәдімгі резина кекстің формасына істесеңіз де болады. Бір ас қасықтан құйып, барлығына 180 градуста қызып тұрған пешке саламыз. Міне біздің кекстарымыз дайын. Өте жұмсақ, керемет. Лимонның цедрасы өте ерекше иіс береді, дәм береді. Дәмді, керемет. Осылай бір ас қасықтан сасаңыз, сыртына шықпайды, төгілмейді, әдемі болып көтеріледі. Мен екі түрлі қылып жасаймын. Біреуінің ортасына салмасын салам. Ол үшін біз осылай кекстің төбесінен насаткамен басып, ортасын ойық қылып аламыз. Өз қалауыңызда ішіне варенка сасаңыз да болады, сгущенка сасаңыз да болады. Осылай кез келген варенье, пюре, жеміс жидектің өз еркіңізде. Менде осындай құлпынайдың пюресі. Осылай барлығын салып, енді кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін біз ыдысымызға творожный сырымызды, сахарный пудрамызды салып, жақсылап миксерлейміз бір келкі болғанша. Және оның үстіне салқындап тұрған сливкемізді құямыз. Міндетті түрде сливкеміз 33-тен жоғары болу керек пайызы. Және салқын болу керек. Осылай миксердің жылдамдығын аз-аздан қосып отырып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Креміміз өз формасын ұстап, қою болуы тиіс. Осылай керемет крем шығады. Міне миксеріміздің қыры шығу керек. Сол кезде уже креміміз дайын деген сөз. Енді маған сары түс керек болғандықтан, менде сары жирорастворимый крем осы. Осыны қосып, жақсылап миксерлеп, сары түс алатын боламыз. Және ол кремімізді осындай кондитерский мешокқа, менде насадкасы закрытая звездочка номер 807. Соны салып, басын қайшымен кесіп, осылай сәндейтін боламыз. Осы мешогымызға құйып, кремді салып, кекстарымыздың бетіне әдемі етіп форма жасайтын боламыз. Мешокты осылай бір ыдысқа кигізіп қойып, осылай сасаңыз ыңғайлы, әрі төгілмейді, әрі өзіңізге салуға да ыңғайлы. Енді мешогымыздың ішіндегі ауаны жақсылап шығарамыз. Кремді төменге қарай жылжыта отырып, ауасын шығарамыз. Міне біздің креміміз дайын. Енді әсемдеуге кірісетін боламыз. Мен екі түрлі қылып жасағандықтан, ішінде вареньесі жоқтарды бірінші не қылдым. Әркім өз қалауы, қандай формада жақса да, мен балдарыма елка тәріздес қылып істегенім ғой. Осылай барлығын жағып, керемет етіп сәндеп, бетіне өз қалауыңыз, посыпка сепсеңіз де, қатырылған жеміс жидек сепсеңіз де, өз еркіңізде. Міндетті түрде жасаңыздар. Дастарханыңыз өте керемет болады. Кез келген түске бояуға болады кремді. Жасыл түс қылғыңыз келсе жасыл краситель қосасыз.
өте керемет болып шығады. Рецепті өте оңай, әрі барлығы қолжетімді. Жасап, осылайынан туыстарыңызды, достарыңызды қуантыңыздар. Ас болсын. Мені белгілеуді ұмытпаңыздар. Мен осылай шамалы лепеске істедім қалған креммен. Жасыл краситель қосып. Маған тіркеліп, каналыма лайк басуды ұмытпаңыздар.